Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздерге өте дәмді, қысқа сақтауға арналған соленый огурцидың рецептімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, бүгін біз екі түрде жасаймыз, біреуі сумен, біреуі томатный сокпен. Ең алдымен ыдысқа қиярларымызды саламыз, қиярларымыздың қажет емес жерлерін алып тастаймыз. Міндетті түрде алыңыздар, сол кезде қияр өте дәмді болып шығады. Оған салқын суымызды құямыз, қиярымыз бататындай қылып құямыз. 1 сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Бізге қызанақ қажет. Қызанағымызды ет тартқыштан өткіземіз. Міне осындай болады ет тартқыштан өткізілген соң. Енді бізге де басқа да қажет заттар керек. Ол бізде кептірілген, яғни ұрықталған ас көк. Яғни орысша укроп деп атайды. Міне орыс сөзінде болып шығады. Немесе сіздер бұны бұтақпен де қоссаңыздар болады. Укроптың кептірілгені бұтақпен де болады. Менде ондай жоқ болғандықтан мен осындайды қолдандым. Ол да өте керемет дәм береді. Бізге осындай сарымсақ қажет, лавр жапырағы және де бұршақ қара бұрыш. Бізге тұз, татымына қарай тұз қажет болады. Бұдан кейін сірке суы. Менде сірке суы 70%, сіздер негізі болған 9%-ын қосу қажет. Менде 9% болмағандықтан мен жарты шай қасық қосамын. Енді стерилизователь банкілерімізге бағанағы кептірілген ас көгімізді қосамыз. Жақсылап жуып қосамыз. Одан кейін 4 тіс сарымсағымызды, 2 штук лавр жапырағын және де бұршақ қара бұрышымызды қосамыз. Сіздер бұны көз мөлшермен қосасыздар. Одан кейін огурцымыздың, яғни қиярларымыздың барлығын бір келке етіп нығыздап саламыз. Сіздер және де бұған болгарский орым жапырақ та қоссаңыздар болады. Бұл да өте дәмді қылып тұрады. Одан кейін ыстық суымызды құйып, қайнаған ыстық суымызды қойып қоямыз. Жарты сағатқа. Өткен соң дәл ол суды төгіп тастап, қайтадан 30 минутқа суды құйып банкіге қайтадан бетін крышкасымен жауып, қайтадан 30 минутқа қойып қоямыз. Оны төгіп тастаймыз. Енді бөлек ыдысымызға елгезерімізді, яғни ұнды електен өткізетін осындай үлкен елгезерімізді қоямыз. Оған бағанағы ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды салып, жақсылап дәл осылай араластырамыз. Күрекшемен жақсылап араластырамыз. Қасықпен де араластырсаңыздар болады. Сол кезде астына суы бөлініп шығады. Бетіне қатты құрғақтары, тұқымдары және де қабықтары қалып қалады. Дәл осында су шығады. Барлығын дәл осылай електен өткізіп шығамыз. Електен өткізіп болған соң бізде осындай шама көп осындай дайын болып шықты. Біздің қызанағымыздың суы. Бұда ешқандай ұрық және де еш нәрсе жоқ. Енді біз бұны бөлек ыдысқа салып, орташа отқа қойып, ысытамыз, яғни қайнатамыз. Буы шығып, бұқырлап қайнағанша отқа қойып, орташа отқа немесе үлкен қылып, газды үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде қайнатып, ыстық тай қылып, біздің огурцымызға құямыз. Татымына қарай оған тұз саламыз. Тұзды көбірек мөлшерде саласыздар. Одан кейін енді банкімізге 1 штук аспирин және де 1 шай қасық уксус. Одан кейін бағанағы ыстық қайнаған біздің томатты согымызды құямыз. Крышкасын жауып тастаймыз. Біздікі дайын болды. Мен 2 түрде жасадым. Біреуі сумен, біреуі сокпен. Дайын болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны толық көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек.